Құрметті мұғалімдер, бүгін біздің 45 минуттың ішінде ашық сабағымызды бастауға дайынбыз. Мен бұл сабақты құрылымын 3 топқа бөлдім. Бірінші топ квадрат теңдеу, екінші топ үшінші топ қысқаша көбейту формулалар. Бүгінгі сабағым мен бекіту сабағы. Ал енді сабағының мақсаты бүгінгі. Мақсаттары бірінші қысқаша көбейту формулаларын бәріміз білеміз, таныспыз. Бекіту сабағы болғаннан кейін ол таныспыз. Екінші теңдеу жүйесімен онымен де таныспыз. Квадрат теңдеумен таныспыз. Осы 3 тақырыпты қайталап отырып, біз қазір біздің алдымызда үлкен сынақ тұр. Қандай сынақ? Білім алушылардың білім жетістігі деген бұрынғы орысы бар. Қазір содан біз тест тапсырамыз. Соған лайықтап, мен бекіту сабағын бүгін ашық сабаққа орнатып отырмын. Енді біз бір-бірімізбен ыстық лебізбен сабағымызды бастайық. Іске сәт. Сабағын жақсы оқы. 11 сыныпты жақсы болды. Бүгінгі күнге сәттілік. Әрқашан күнге келеміз. Ешқашан алма. Бүгінгі сабақтан өзімді жақсы көрсетемін. Жолсыз жарық болсын. Бүгінгі ашық сабақта жақсы бала болсын. Ата-ананың жақсы бала болсын. Денсаулығың болсын. Жақсы мемлекетте. Менің есімім Шайшапар Ерасыл, мен квадрат теңдеу тобының топ басшысы боламын. Мен қазірше квадрат теңдеудің формуласын айтып кетемін. Ax квадрат қосу bx қосылса тең 0-ге болады. Дескіремнен бұл жерде b-ның квадраты минус 4a болады. Егер дескіремнен 0-ден жоғары болса, 2 түбірі болады. Ал егер 0-ге тең болса, 1-де түбір болады. Ал 0 дискриминанттан жоғары болса, 0-ден түбірі шықпайды. Мен Шердолан әлі теңдеулер жүйесі тобының топ-басшысы боламын. Менің тобымның атауы теңдеулер жүйесі. Яғни екі айнымалысы бар, екі теңдеудің біріктірілуі арқылы есепті шығарады. Бұл жерде бізде екі айнымалысы бар теңдеу болады. Сол арқылы біз басында оның түбірін тауып, ары қарай дискриминант квадрат теңдеу бойынша оны шығарып кете беретін боламыз. Ода екі түбір болады, x1 және y1, x1, x2 және y1, y2 деген айнымалылар болады. Мен Нұрғали Асылжан, қысқаша көбейту формулалар тобының топ басшысымын. Қысқаша көбейту формулалар дегеніміз көп мүшелерді көбейтудің жолдарын, дербес жағдайларын өңдейтін формулаларды қысқаша көбейту формулалары дейміз. Қысқаша көбейту формулалары жетіге бөлінеді. Біріншісі қосындының квадраты, айырымның квадраты, квадраттар айырымы, квадраттар кубтар қосындысы, айырымның кубы, қосындының кубы, айырымның кубы. Енді әрі қарай біз жұмысын жалғастырамыз. Кім зерек әдісі бойынша тапсырмалар беремін, топтық жұмыс. Кім зерек әдісі болған не әдіскерлерінде тұр, мына жерде тұр. Кім зерек әдісі бойынша топтық жұмыс орындаймыз. Қысқаша формуласына. Ол тез шығады, маған қордайтын.
Ava 20. Қатыгетті. Кеше на то, что вперед. Формаемся. Формаемся. Қаладан отырамыз, опять құдай отыр. Отыр. Формаемся. Квадраты 9х алтыға көбейтеміз, 2-ге көбейтеміз. 36х квадраты 36. 7х минус 14 минус 14-тің квадраты. 7-нің квадраты 49х минус 196. 7-ні 14-ге 2-ге көбейтеміз. 196х қосу 196. 14-тің квадраты 196. 5m қосу 30 квадрат. 5-тің квадраты 25m қосу 5-ті 3-ге 30-ға және 2-ге көбейтеміз. 300m қосу 6 квадраты. Енді 2a қосу минус 4v квадрат 4a 2-нің квадраты минус 16. 16 көш бәрін көбейткенде 2 көбейту 4 және 2 av қосу 16v 4-тің квадраты 16v квадрат болады. Жанат сөйлем. Бұл жерде 3m минус 14n квадрат. Яғни бұл жерде 3-тің квадраты 9m, азайту 72. 3-тің 12-ге көбейтінген квадраты, сосын 12-нің квадраты 144n квадрат. 2m минус 4n квадрат, 2-нің квадраты 14, 2-ні 4 бар, біз жет формуласын жинақтай келе осы коэффициентті алып шығамыз. Қаны? Екінші формайды теңдеулер жүйесі. Ал екінші есепте біз кәдімгі осы теңдеулер жүйесінің формуласымен ары қарай квадрат теңдеу бойынша оны шығарып, екі айнымалысында жауабын тапқан. Жауаптар қандай болды? Жауаптары 2 минус болды ғой, иә? теңдеулер жүйесі. Екі айнымалысы бар, 2 теңдеулер. Қандай айнымалы? Ең соңында не арқылы шықты? X-ні X-егі, Y-ні келесі. Тұрмышты сақтаймыз. Қандай болсын? Квадрат теңдеу. X квадрат минус 5x. Если не надо не интересно. Если не надо не интересно. Дескерынан 5-тің 10-ге бірге теңесі. Бірге теңесі. Бірден бір шығар, иә? Иә. X десек не теңесі?
x1 x2 5 плюс минус 1 чубырасы 1 2 көбейту 1 болады. 5 плюс минус 1 2. x1 неге теңесі жауап айтсаңыз? x1 2-ге, x2 3-ге. Минус жоқ, иә? Минус жоқ. Екінші есеп. Осылай нақтылайық. Чубайский теңесті. x1 x2 минус 5 плюс минус 5 чубырасы 4-ге. Бөлшек 4-ге. x1 2-ден 3-ге, x2 минус 1-ге теңесті. Дұрыс, кеңес есеп. Үшіншісі, дискриминант 81-ге теңесі. x1 x2 1 плюс минус 9 бөлшек 2-ге. x1 минус 4-ге, x2 5-ге теңесі. Сонымен жалпы айтқанда, есеп қай уақытқа шығардың? Квадрат теңеу. Формасы қандай? ax квадрат қосу bx қосылса теңеу. Дискриминант не кетеді? Жомарт дискриминант не кетеді? b квадрат минус квадрат. Несі не кетеді? Не, x x2 минус b қосу Минус b. Плюс минус тубырасты дискриминант. Бөлінген 2. жаттап аламын дедім. Жаттап алды, иә? Жаттанды болса, ол есеп шығарып қолдануға бізге дейін. Так. Есептерімізді қорғашып деп ойлаймыз, иә? Бәріміз толығымен шығарды. Енді біздің келесі әдісіміз бойынша отырыңдар. Білімдіге биіктен орын әдісі жұлдызша орнына толықтыру. Менің қолымда қазір тапсырмалар тұр. Жұлдызша деген ол сұрақ белгісі болады. Сол сұрақ белгісінің орнындағы санды табу біздің міндетімізші. Мұны мына жерден мен оқиын. 5 бұның квадраты минус 4-сы квадрат дейді. Бұл қысқаша формасы неші формасы? Екінші. Екінші формасы. Ал енді жұлдызша орнына мен қандай сан? 25 бұның квадраты. квадраты 5 квадраты. Келесі қырық болса, дұрыс па? Мен жазамыз. Дұрыс па? Келесі есеп. 16-сы. Қосу 16-сы. Біз енді екі мүшеден неше мүше шығарды? 3. Түсінікті ма? Қолдан алдық па? Екінші есеп. Мына жерде сәл шатастырдым сендерді. X қосу 8, x минус 4 деген. Ал енді бұл көп мүшені көп мүшеге көбейту. 16 Қалай болады? Қанша болады? X квадрат минус 8. Мына жерде қандай сан болады? 4x болады. Ары қарай жинақтаймыз. Бәрі көрініп тұрған шығар, иә? X квадрат жинақтаймыз тез. Жинақтаймыз. 8x қанша? 4x минус 32 қайдан шықты? Минус 32. Түсінікті ма? Көп мүшені көп мүшеге. Ол да қалай екен? Мына топтың көбейту формуласы. Үшінші есеп. Оқыңдаршы үшінші депті. 6m плюс 3 квадрат. Дұрыс па? Енді ал белгісі 36m квадраты 36m дұрыс па? Мен жаздым. Екінші мүшесі. 36m. Дұрыс па? қосу 9 түсінікті ма? Енді екінші бізде квадрат түбірді алдында біз квадрат түбірді өткенбіз, иә? Квадрат түбір. Ал кетті квадрат түбірге. Бәрі білек деп ойлаймын класқа. Сенем сендерге. 441 қай санның квадраты? 30-ның квадраты. Ал енді 2-ның 10 бірлесіне кетем. 10
7 дәрежесі қанша? 128. 128. 5-тің 8 дәрежесі қанша? 256. 2-ның 10 дәрежесі дегенде мұсылман шығар деген. Тағы да мөлшерлі саны қай санның квадраты? 45-ің квадраты қанша? 45-ің квадраты. 2025. 2025. 40-ың квадраты? Түсінікті ма? Теңеу. Квадрат. Математикалық сауаттылықты қазірмен неғыламын, параллельдеріне. Ғажайып текше әдісі. Математикалық сауаттылық дегеніміз не? Шешімін тауып, нақты жауабын айту сауаттылықты. Маған бәрі көрініп тұрмасын деп? Енді елу қайдан шықты? 5-ің квадраты 25 қол көтереміз кімге? Болды ма, сен білесің ба? 5-ің квадраты 12 көбейтеміз. 5-ің квадрат 25, оны 2 көбейтеміз. 50 болады, иә? Ал енді мынау шы? Мынау 7-ің квадраты. Сұрақ берген соны қандай сан қойылады? 4-ің, енді дәлелдесе 4-ің квадраты. 32 болған апай. 32 болған Сұрақ апай. жауабы? Сұрақтың жауабы. Түсінікті ма? Бұл логикалық есеп болды. Ары қарай. Мынадай неде квадраттан берілген төртбұрыштар, иә? Төртбұрыштардың 4 несі бар? Бұрышы бар. 4 нүктесі бар, иә? 4 жағы болады, дұрыс па? 4 жағында не орналасқан? Ортасында не бар? 29 саны бар. Мына жерде қандай сандар ортасында? Мына жерде сұрақ белгісі тұр, иә? Осы сұрақ белгісі логикалық тұрғыдан табылып 50 болады. 50 болады. Дәлелдеу керек. Алшынат дәлелдеу. 73-тен 23-та қоссақ 96 шығады да, 20 мен 26-ны қоссақ 46 шығады. 96-тан 46 азайтсақ 50 шығады. Сонда ортада белгісіз сан 50 болады. Белгісіз сан 50 табылды. 29 қайдан шықты? Кім не қалады? 29. 29 қайдан шықты? 45-ке 14. Қанша болады? 29. Ағалай. 45-тен 14-ті азайтамыз. Қосамыз 29 болады. 13-ке 17. Апай 20-нан азайып жарамыз. 29. Келесі балыс айтамыз. 17 қайдан шықты? 18 қосамыз. Одан шыққан санда біріне ажыратамыз, то есть 47. Түсінікті ғой, иә? Есеп түсінікті ма жауабы? Мұхаммед орнынан тұршы. Мынау, жайшет қайдан шықты айтып. 67-ні 19-ға қосамыз, 18 бен 21-ді қосып, екеуін бір-біріне азайтамыз. Ортадағы сан шығады, иә. Орнынан тұршы. Сөйле. 29 қайдан шықты? Иә, қанша болды? 59. Азайтмада қанша шықты? 29. Дауыс естілді ма? Келесі есеп. Қанша? Шаршы дегеніміз не? Шаршы. Барлық қабырғасы. Шаршы. Ауданы. Мына жерде бірнеше шаршы берілген. Осы шаршы қанша?
Апай не айтыңызшы. Апай не айтыңызшы, апай Сара, оны маған шығарып берші. Дұрыс па? Қара. Иә. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. Түсінікті ме? Ал енді бізде геометрия фигура 3 бұрыш, иә? 3 бұрыш. Параллельнелі, шеңбермен таныслы, 2 3 бұрышпен таныслы. Белгісіз сандық табыңыздар. Бұл да белгісіз сандық табың. 3 бұрыш берілген. 3 бұрыштың төбесі, несі ше, абысы дейміз, соның төбесі дейміз. 4, 6, 8, 5, 12, 6. Ұшыз қашан қойдылар ма? 15, 9, 5 деген сандар берілген екен. Қай жеріне сұрақ белгісі тұр? Ең соңында, иә? Қаның? 3 қайда шықты? 4-ті 6-ға көбейткенде 24 8-ге бөлсеңіз 3 шығады. Болды. Так. Айда тұр. 10 қайда шықты? 5-ті 6-ға көбейтемін. 5-ті 12. Сыман тауып кеп. Неде қандай сан тұр? 15. Қанша болады 15? 15 болады. 5-ке бөлеміз қанша? 27. шығады, оны 5-ке бөлген кезде 27 шығады. Түсінікті мәлімде үш бұрыштың қалай сұрақ белгісінің қалай табылуы сауаттылық бойынша. Ал енді менде екі түзу берілген геометрияда қолданып байқаласыңдар ма? Квадрат кетті, шеңбер кетті, үш бұрыш кетті, иә? Қанағалық байланысты геометрия. Енді мына екі түзу берілген, екі түзу қиылысқан кезде бізде бірнеше не пайда болады? Бұрыштар пайда болады, иә? Соның бір бұрышы 50 градус дейді. Келесі бұрышындағы x-ті тап дейді. Қаны? 40 Не үшін? Не үшін? Мысалы, апай қараңыз, мына жерде 50 шығып тұр ғой. Мына жерден де 50-ді шығару үшін белгісіз санның орнына 40-ты қоямыз. Себебі 40-қа 10-ды қоссақ 50 болады, сонда екі жағы тең болып 50-50 градустан болады. Қандай бұрыштар? 7-ші класста өттік. Қандай бұрыштар? Вертикаль бұрыштар. Түсінікті ме? Ары қарай. Мынадай сұрақ белгісі, мынандай заңдылықпен орналасқан. Осындай есептер келеді, негізі сауаттылықта шығар. Жаңағы ОБТ, егерінде тест жұмыстарында келеді. Қаны не берілген? 1, 2 дейді. Мына жерде ортасында жақшаның ішінде 27 тұр, иә? Иә, 27 тұр. Ары қарай? Апай, екіні... Данияр, орнынан тұршы. Баласы біледі ғой. Қаны бір. Маған қаштай? Данияр. 27 сан қайдан шығып? Мери, орнынан тұр. Мери. 27 қайда шықты? Апай. 27 қайда шықты? Апай.
қайдан шығады? Көп деген қалай түсінеміз? Төрт мен төрт қанша? 16. Енді сұрақ көп деген не? Төрт дәрежесі деген не ол? Бестің төрт дәрежесі қанша? Бестің төрт дәрежесі қай санның квадраты? 25. Және бестің төрт ал енді мынадай бізге таяқшалар берілген адам ұқсайды деген таяқшалар. Сұрақ белгісінің орнын тап дейді. 104, 94 және сұрақ белгісі. Мына адам ұқсайды, төрт аяқша пайда болып кеткен. Сол аяқшада сандар тұр дегенші. Сол сандар арқылы 104-ті, 94-ті шығарып, мынадан аяқтар арқылы сұрақ белгісінің орнын тап дейді. Бұл логикалық есептер бірінші класстан бастап уже балада орналасу керек қазіргі үкіметтің несі бойынша. Сол үшін мен сіздерге көріп отырмын. 104. Тағы да қол көтереміз. Сен біліп отырсың ба? Тағы кім біліп отыр? Білмей қалыңдар ма? 104. Саны 9-ды 7-дің 10-ның көмегінен шығу керек. Апайдар подключение жасайық. Сауат болып бәрімізге біздер атсамыз. 7-дің 9-ның 7-дің 7-дің 10-ның көмегімен может апайдар айтпасын. 104 шығарып өздеріңіз атпайды. Одан кейін жалғастыруға келейік. Сауаттылық кез келген адамдар даму керек екен. Қазіргі заманның талабы бойынша. Анаға Айда, бірден айда бесар. Сонымен 94 шығады. Сұрақ бересің орнына. 80 3-ке 27 101 сұрақ бересің орнына 101 тағы. Енді бүгінгі күнді жазамыз, жазбай уақыт қарайды. Екі есепті жазайын. 1-26. Күнді жазамыз, бәріміз бұл есепте шығар ғой, мен жаңағы. 1-26 үшіншісін көрсетем. X қосу Y
6, x, y тең 8. Жүйе. Бұл қай топтың есебі? Қай топтың есебі? Анелия есебі. Ары қарай. Не істеймін ары қарай? Тез айтыңдар. Ары қарай не істеймін? Жүйені құрдым. Ары қарай. X, Y, 6 минус Y. Кім жалғастырады? Орнына қою бойынша. 6 минус Y тең 8. Келесі. Аяқта. Дискімнен шығама шықпай ма? Сен не қас қойып жатамыз. Ары қарай не істейміз? Мынаны көшіріп шығамыз. Қаладан жазып отырамыз сынып жұмыс. 6 минус Y шоған көбейту Y тең 8-ге. Жақшаны ашамыз. 6Y минус Y квадрат тең 8-ге. Ары қарай. 6Y квадрат минус 6Y минус 8 тең 0-ге. Оны минустан құтылу үшін минус 1-ге көбейтеміз. Көбейту минус 1-ге. Жоғарғы. Y квадрат минус 6Y минус 8 тең 0-ге. Дескенені Мынау қосуға. Мынау қосу. Мына жерде қосу тұрады. Сонда минус 6 болады. Бұл жерде минус 6 болады. Сонымен қанша болды? Мынау қосу. Бірінші, екінші, төртінші есептерін аламыз. Үй жұмысы жаз қойыңдар ма? Үй жұмысы жаз қоямыз. Үй тапсырмасы. Енді әр топ өз ойын жеткізсін маған. Сабақта сен Асылжан ойнасыңшы. Нені қорғадың сен? Қай сабақта қорғадың? Қысқаша көбейту формулаларын беру. Квадрат кубтар көп мөлшерлерді өрнектейтін формула. Ал не қорғадың? Тобымен бірге? Мен теңгелер жүйесін қорғадым. Теңгелер жүйесін қорғадың, иә? Бағалау пентиген не орында? Бағалау қаншасын? Бағалады ба? Қана айтып тұршын? Топтық жұмыс бойынша Сен дайын ба? топтық жұмыс бойынша мен өзіме 8 балл қойдым. Себебі мен топтық жұмыс кезінде анауға сәтке 100%-ке сандым деп айта алмаймын. Дәкенова Жансая 8 балға бағалаймын. Әділхан қызы Мерейшеті, Бекжігіт Бекзат 5 балға, себебі қатты атсалысып отырған жоқ. Берді Құлағы жолда 5 балл, Сәдуқа Серкебұлан 5 балл, Шеңгішев Иманғали 4 балл. Күн серек әдісі бойынша мен өзіме 8 балл, Дәкенова Жансая 8 балл, Әділхан қызы Мерейшеті 8 балл, Бекжігіт Бекзат бұл жерде кішкене атсалысқан үшін оған 6 балл, Ақжол бұл жерде бағана топтық жұмысқа қарағанда өзін жақсы көрсетті, сондықтан 7 балл, Сәдуға Серкебұлан 6 балл, Шеңгішев Иманғали 6 балл. Сынақ хат әдісі бойынша өзіме 8 балл, Дәкенова Жансаяға 9 балл, Әділхан қызы Мерейшеті 8 балл. Мен квадрат теңгерді іздедім. Так, топтық жұмыс бойынша мен 10 балл, Сайлау Алтынай 9 балл, Булгакова Майра 5 балл, Есірке Басқар 9 балл, Манап Тұрнасы 9, Байқан Балуса 10, және Араба Жомар 10. Кім зерек әдісі бойынша мен 9, Сайлау Алтынай 8, Булгакова Майра 5, Есірке Басқар 8, Манап Тұрнасы 10, Байқан Балуса 8, Араба Жомар 8. Білімдіге Булгакова Майра 5, Есірке Басқар 8, Манап Тұрнасы 9, Байқан Балуса 9, Аралбай Жомар 9. Жақсы. Енді стикерлер алдарында бар ғой, кім?
жетістік баспалдағы арқылы қай баспалдақта тұрмыз? Мына жақта тұр деген, мына жақта. Қалай жазамыз апай оны? Тапсырманы орындай алмадым дегенде, жаңа баға бойынша мына жақта әжеге қысылды мектеп тексерім оны. Тапсырманы жартылай орындадым деген оқушы мына жерге қыстырады, мына өзінің несін. Тапсырманы толығымен орындаған оқушы ең биікте тұрады. Мына сарылармен былай есеп бара жатырмыз. Апай, біз қалай жазамыз? Артыңды жазып қой, мына жаққа қыстыра беріңіз. Ол тұрып, ана жерге қыстырып, дала ашып келіңдер. Ілдір-білдір әр саты бойынша 3 саттан тұрып басталды. Жетістікке жеттім деген оқушы өз